Сәлем достар, сіздермен бірге мен Аржан, және бүгінгі видеода мен сіздерге SMM туралы толықтай айтып беретін боламын. Себебі әр видеомда мен SMM туралы міндетті түрде бір-екі ауыз сөз айтып қалып жатамын. Сіздер де сұрайсыздар, ол не жұмыс істейсің ба, ақша табасың ба деген сияқты. Және қазір мен барлық сұрақтарға жауап беріп қана қоймай, сіздерге де бір көмегімді бергім келеді. Мүмкін сіздер де алда SMM маманы болып кете аласыздар деген сияқты әңгіме. Сол себептен давайте біз бастаймыз, ал сіздер тамашалаңыздар кетті. SMM деген ағылшын сөзінен расшифровать етілгенде ол social media маркетинг, яғни әлеуметтік желідегі маркетинг. Маркетинг деген жаңағы сату, бизнесіңді, услуганы сату деген сияқты әңгіме. Яғни интернетте өзіңнің бизнесіңді сатасың. Қазіргі 21-ші ғасырда бұл дамыған заманда интернет маркетинг өте маңызды рөл атқарады. Мысалға сіздерге түсінікті сөзбен айтатын болсам, біз всегда бірдеңе керек болса Инстаграмнан қараймыз. Міндетті түрде қараймыз. Егер киім іздесек, одежда деп жазып, сосын қаншама аккаунттар шығады деген сияқты, тамақ іздесек, сосын очки бұйым іздесек, бір курс іздесек деген сияқты міндетті түрде Инстаграмнан іздейміз. Және де ұнағанына біз подписаться етеміз. Ал именно бізге не ұнайды? Бізді не цеплять етеді? Оның әдемілігі, визуалы, әдемі стористар салады, күшті қылдырып, кәдімгідей көзге ұнайтындай күшті текст жазады деген сияқты. Оның барлығын дайындайтын жай адам емес, ол жаңағы SMM маманы. Яғни ол жұмысты бизнес иесі істей алмайды, немесе жай продавец істей алмайды, жай ғана фотоға түсіріп, сторис түсіру деген сияқты. Кез келген бизнес болсын, ол киім сататын бизнес. Қазір өте көп магазиндер киім сататын күшті қылдырып, Инстаграм жүргізеді, оны жаңағы айтып тұрғандай SMM маманы жүргізеді, күшті қылдырып, креативный видеолар создавать етеді, блогерлермен сотрудничество деген сияқты. Немесе кез келген тамақ, кафе болсын, кез келген бизнес иесінің Инстаграмын жүргізетін адам. Ол SMM маманы. Негізінде барлығымыз ойлайтында SMM деген ол оңай нәрсе емес. Серьезно. Мен де басында енді бастап жатқанда сөйтіп ойлағам, күшті оп-оңай жаңағы сурет салып, сторис салып, жоқ. SMM деген жай ғана сторис салып, пост салып қана қою емес. SMM маманның міндеттеріне не жатады? Ол жаңағы аккаунттың анализі, оның целевая аудиториясына болсын, жаңағы аналитикасын қарайды, охватын қарайды деген сияқты. Сонымен айналысады, сонымен қатар контентін жасайды, толықтай сторис посттар деген сияқты. Және де охват көтеретіндей жұмыстармен айналысады, таргетке жіберу мүмкін. Я мысалға таргетті де білу керек SMM маман. Сонымен қатар копирайтингті де білу керек, яғни текстті жазып білу керек, именно сататын текст жазып білу керек, контентке дайындаған фото, видеолардың обработкасын, монтажын жасап білу керек, жаңағы программалармен қолданып білу деген сияқты. Жалпы бизнесті дамытып, жай ғана на халяву ақша алмас үшін, міндетті түрде бизнесті дамыта білу керек. Инстаграмды дамыту үшін жаңағы стратегия жасайды, бір ірі съемкалар ұйымдастыру мүмкін. Жалпы аккаунттың өзін оформлять етеді, жаңағы авасын жасайды, хайлайт, био деген сияқты нәрселермен айналысады. Мысалға, сіз бір Инстаграм аккаунт іздеп, біреуіне сіз подписаться етесіз, біреуіне етпейсіз. Себебі біреу сізге ұнамайды, біреу ұнайды. Яғни жаңағы SMM маманы міндетті түрде клиентке ұнайтындай, клиентке өзінің қызметін, бизнестің, жалпы бизнестегі өнімді сата алатындай жұмыстармен айналысады. Қазіргі таңда SMM-нің рөлі өте маңызды. Себебі бір бизнес ашу керек болса, міндетті түрде оған SMM маманын іздеу керек, міндетті түрде. Кез келген бизнесті ашқан кезде стратегия болады да, сол стратегияның ішінде интернет-маркетинг деген бар. Яғни интернет-маркетингсіз бизнес дамымайды. Жай ғана бір жерде бір офлайн точкасы болып, адамдарды өзіне енді қалай шақырту керек деген сияқты оны интернет арқылы шақыртады. Ал интернет арқылы міндетті түрде дұрыстап шақыртып білу керек, Инстаграм арқылы, я. Оның барлығымен айналысатын SMM маманы болу керек, міндетті түрде. Қазір өте көп бизнестер, өте көп Инстаграмнан да түрлі аккаунт іздесеңіздер, барлығы әдемі, упакованный, күшті қылдырып контент жасайды, қызық қылдырып ақпараттармен бөліседі оның барлығын. Яғни қазіргі таңда настолько уже SMM-нің рөлі өте жоғары. Кәдімгідей, себебі кез келген екінші аккаунттың SMM маманы бар. Негізінде SMM жаймен бұрыннан дамып келе жатты да, қазіргі таңда прям уже продавецтің услугасы қаншалықты маңызды сияқты SMM-нің
услугасы өте маңызды. Естественно, SMM-нің рөлі қаншалықты артып жатқан сайын, оның да жалпы табысы да артады. Себебі бұл жұмыспен барлық кез келген екінші адам айналыса бермейді, екінші адам біле бермейді. SMM-нің табысы минимум 10 мыңнан 500 мыңға дейін барады. Яғни 10 мың деп жатқаным жаңағы начинающийлер болуы мүмкін, немесе қазіргі таңда SMM-нің рөлі өте жоғары болғанымен көп адамдар әлі онша бағаламайды, түсінбейді, оның рөлін түсінбейді, немесе мүмкін бұрындары онша опытны емес SMM-ді жалдап, кейін бизнесін дамыта алмай, үмітін бүйтіп жоғалтып алған адамдар. Бірақ та SMM-нен міндетті түрде экспертті таңдасаңдар, міндетті түрде ол дамытуға көмектеседі. Енді мен минимум суммасын айтып жатырмын. А вот средний ол 100 мың болады. Опытың болып тұрып, удаленно жұмыс істесек, сен минимум 100 мың табасың. Яғни сен 1 жыл бойы жинағы айналысасың, опыт жинап, эксперт атанып, 100 мыңға, сосын 200 мың табысқа шығасың. Потолок 500 мың деген зарплата, я. Олар SMM болып, бір жұмыста емес, 2-4 жұмысты қолға алуға болады. Яғни бір емес, 2-3 бизнесті аласың, және сол бірнеше аккаунттармен істей бересің. Әр аккаунттан 50 мың, біреуінен 100 мың алсаң деген сияқты, айнан 200 мың, 300 мың таба аласың. Ал 400 мың зарплатаны SMM-нен эксперт болып білуің керек. Не істеп жатқанын білетін, жалпы клиентке, яғни бизнестің иесіне көмектесе алатындай, оның бизнесін ертең бүйтіп дамытып көтеріп бере алатындай маман бола алсаң сен, онда минимум сен 300 мың, 400 мың табысқа шыға аласың. Себебі ол да сені бағалайды, сенің арқаңда ол бизнесін көтереді деген сияқты. Және қазіргі таңда өте ірі бір брендированный бизнестер бар ғой. Жаңағы Magnum болсын, сіздер қазір ерінбей инстаграмдарын қарап көрсеңіздер, Magnumның, Супак, Каспий болсын, бір киім магазиндері болады, жаңағы MCQ Woman, Sunshine бренд деген сияқты. Сол аккаунттардың барлығы өте дамыған. Қазақ Republic маған өте қатты ұнайды. Сол аккаунты да ұнайды, фишкалары өте басқа магазиндерден қарағанда. Сол бизнес аккаунттың фишкасы прям өте күшті. Оның барлығымен SMM маман айналысады. Естественно, ол минимум 300-400 мың алады деп ойлаймын, бірақ сыртынан айтуға болмайды, бірақ все равно. Оның прям жұмысы өте тиянақты, жұмысын профессионально орындай алады деген сияқты. Magnumның болсын, өте үлкен танымал бизнестердің SMM-дері міндетті түрде көп зарплата алады. Негізі бұдан айтып тұрғаным, міндетті түрде сондай танымал бизнеске барып жұмыс істеу керек деп айтып отқан жоқпын. Бұдан айтып жатқаным, SMM маманның ең басты міндеті ол клиенттің бизнесінен бренд жасау. Егер сен с нуля сол бизнесті көтере алсаң, сенің зарплатаңда уақытымен өседі. Сен сразу брендированный бір бизнестің SMM маманы болып кете алмайсың. Сол себептен жаймен сен өзіңнің клиентіңнің бизнесінен бренд жасай алсаң, естественно, сенің зарплатаңда көп болады деген сияқты. Негізінде статистика бойынша средняя зарплата 280 мың деп айтқан. Мысалға Sunshine бренд. Егер де ол магазиннің SMM маманы болмаса, ол YouTube қазір сондай танымал магазиндердің ішінде болмайтын еді. Кез келген екінші адам білетіндей, мысалы, шетелдік Zara сияқты Қазақстанның ішінде сондай танымал бір магазин ретінде сақталып қалған миымызда, Sunshine бренд деген сияқты. Понимаете, настолько уже рөлі өсіп жатыр. Ал енді егер сіз осындай SMM маманы болғыңыз келсе, неден бастау керек? Лично мен SMM туралы ақша табуға болатын білген кезде, алдымен YouTube-тан сондай бір видеолар қарадым. Ол оны не істеу керек, міндеттері қандай деген сияқты. Сол себептен сіздерге де беретін кеңесім, базовый білім жинаңыздар. Негізінде SMM деген нәрсеге міндетті түрде обучениеға ақша төлеу керек, міндетті түрде обучаться ететін нәрсе. Сен оны жай ғана адамдардан сұрап бүйтіп, менің айтуыммен үйреніп, ертең күшті миллионер болып кетпейсіздер. Сол себептен міндетті түрде SMM-нің жалпы продажа деген нәрсеге міндетті түрде оның обучениесіне ақша төлеп болсын оқу керек, обучениесін оқу керек, білу керек, көру керек. Сол себептен, бірақ та сразу ең алдымен бастамай жатып, сіз оны білмей жатып, сіз олай обученияға тәуекел жасай алмайсыз. Сол себептен сіз алдымен YouTube-тан тегін сабақтар қараңыздар. Обучениеға ақша салмай, базовый опыт жинаңыздар. Яғни білім ағасын, білгесін, енді сол білгеніңізді практика жүзінде қолданып, опыт жинаңыздар. Базовый опыт. Сразу 50 мыңға, 100 мыңға сіз бір клиентпен жұмысқа келіспейсіз, онда ешқашан болмайды. Сол себептен сіз алдымен тегін жұмысқа келсесіз. Всегда солай. Себебі бұл жай продавец емес, ондай бір жұмыс емес. Керек болса,
бір нишаны іздеп, яғни ниша дегеніміз бір бизнестің саласы, немесе бір яғни ниша косметика болуы мүмкін, ниша бір мектеп, ниша ұбт курс, ниша киім магазин деген сияқты кете береді. Яғни бір өзіңізге керек нишаны іздейсіздер, және сол жерден директке жазыңыздар. Мен начинающий SMM-мін, мен сізге көмектескім келеді. Бір апта немесе 2 апта тегін жұмыс жасап, әрі қарай ұнап жатса айлыққа деген сияқты, немесе алдымен бартерге жұмыс жасаңыздар. Сразу ақша сұрап керек емес, жай ғана жұмыс жасаңыздар. Опыт арқылы сіз ақша тауып бастаған болсаңыз, ол ақшаны сразу сізге кеңесім обученияға беріңіз. Яғни курс сатып алыңыз, SMM-ге байланысты. Мысалға мен Лаура Леспектен курс сатып алдым. Алдағы уақытта бірнеше есе сізге қайтып келеді ол ақша. Сіздерді мен инстаграмда күтетін боламын, подписаться етсеңіздер болады. Давайте келесі видеоларда кездескенше. Пока-пока. 30 минут видео түсірген ғой, 30